Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын кешкі астың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен картошкамызды тазалап жуып, тез пісіп шығу үшін уақыттап турап, суға қайнатып алатын боламыз. Содан соң жуамызды да уақыттап турап, фаршымызға салатын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды және де паприкамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Картошкамыз қайнап пісіп шықты. Оның үстіне сары майымызды, көк шөбімізді және де тұзымызды, бұрышымызды картошкамыз тарап кетпеу үшін бір жұмыртқамызды салып, езгіш қасықпен езіп шығатын боламыз. Бізде пюре дайын болды. Енді осына 8 бөлікке бөліп қоямыз. Содан соң фаршымызды 8 бөлікке бөліп, дөңгелетіп шығатын боламыз. Содан соң видеода көрсетілгендей етіп, пюреміздің ішіне осы фаршымызды салып, шарик тәріздес етіп шығатын боламыз. Дайын болған шариктеріміздің үстіне жұқалап туралған қызанақтарымызды қойып шығатын боламыз. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пеште 45 минутта пісіріп аламыз. Бұл тағам өте ерекше, дәмді, әрі ең бастысы тойымды болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.